Баршаңызға сәлем. Ошағанның емдік қасиеттері. Жобамызбен таныспас бұрын арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Мақсаты ошаған және оның майы мен тұнбасының өзіндік ерекшеліктерін таныта отырып, оның адам ағзасына тигізетін пайдалы жақтарына терең талдау жасау. Ошағаннан дайындалатын ем-домдардың жасалу жолдарын зерттеп танып білу. Ошаған гүлдің аты дала гүліне жатады. Қазақ бұл гүлді ошаған гүл, кәр қыз деп те екі түрлі атпен атайды. Қазақ гүл танушылары ошағанды күрделі гүлдер тұқымдасына жатқызады. Бір жылдық шөптесін өсімдік деп қарайды. Жапырағы бүтін жекті не ара тісті бір үйірлі кезектесіп орналасады. Аталығында 5 аналық гүл себеттері болады. Бәрі де шашақты келеді. Шоқтас гүлі басында өседі. Қызыл күрең түсті, сыртқы басы гүл, ортанысы шар тәріздес болады. Ошағының тамыры, жапырағы, сабағы, жемісі, тұқымы дәрі болады. Күз маусымында тамырын қазып алып, күнге кептіреді, жұмсартып турайды, жазда жапырағын жастай не кептіріп пайдаланады, дәрілік қорда сақтайды. Қазақтың әдеби тіл өнерінде ошағандай жабысып алды кәрі қыздың тікеніндей деген сөз тіркестері бар. Есік алды ошаған, ұстатпайды қашаған, қайта айналып келгенше аман сау болсын босағам деген өлең жолдары бар. Қазақстанда тау баурайларында, жазғытұрымыз су жайылған жерлерде, жол жиегінде, бақтарда, қарағайлы және жаңғақты ормандардың арасында өсетін екі түрі Азия ошаған және түкті ошаған кездеседі. Олардың биіктігі 25-140 сантиметр. Тамыры жуан, сабағы тік өседі, оның сыртын безді түк жапқан. Жапырағының үстіңгі беті жасыл түсті, ал астыңғы беті сұрғылт жасыл түсті. Шеттері тегіс емес, қауырсын тәрізді тақ орналасады. Тостағанша күлте жапырақшаларының саны 5-ден. Сары түсті 5 тілімді гүлдері ұзын шашақ гүл шоғырына топталған. Маусым шілде айларында гүлдеп, жеміс салады. Жемісі сыртын ширатылған қыл жапқан жаңғақша. Жемісі піскенде адамның киіміне және жануарлардың жүніне жабысады. Ошағанның құрамында иілік және бояғыш сары түсті заттар бар. Ошағанның тамыры емдік мақсатта қолдануға күз айларының аяғына қарай жиналады. Бір жылдық өскіндердің ғана тамырларын жинау керек. Жинау кезінде тек топырағынан ғана сілку арқылы тазартылады, яғни жумау керек. Кебіңкіреген топырақ қалдықтарын сол алғашқы күні-ақ щеткамен тазаланады. Ошаған тамырының тұнбалары мен қайнатпалары гастрит, асқазан мен ұлтабар жараларын, іріңдерді, сыздауықтарды емдеуге қолданылады. Қан құрамын жақсартуға үлкен көмегі бар. Қуық және жыныс мүшелерінде болатын түрлі кеселдерге ошаған қайнатпасының пайдасы бар. Сондай-ақ подаграны, ревматизмді, геморройды және жиі іш қатқан жағдайларда және қант диабетін емдеуде қолданылады. Олардың құрамында эфир майлары, иілік заттар, пигменттер, ащы заттар, К витамині және органикалық қышқылдар болады. Халық емшілері малдың асқазан, ішек, өт жолдары мен бауырының қабынуына қарсы қолданған. Ошағанның тұнбасын балмен араластырып, бауыры өті ауыратын малға ішкізсе, олар тез оңалады, азыққа тәбеті артады, аузы уылған кезде ошағанның тұнбасымен шайса тез жазылады. Ошағанды теріні өңдеу үшін қолданады. Өсімдік тұнбасы жүнді сары түске бояйды. Кәдімгі ошағанның бал беру өнімі 96 килограммға құрайды. Ошаған шайын ерте кезден бері әншілер мен ораторлар тыныс жолдарының қабынуларын емдеу үшін пайдаланған. Дәрілік шөптің ұнтақталған 70 граммы 1 литр қайнап тұрған суға салынып, 15-20 минут тұндырылады. Асқазан ішек жолы қабынған, жили салмағы 50-60 кг бұзауға азықтанардан 30 минут бұрын күніне 3 рет 150-200 грамнан ішкізіледі, ал қозыға ішкізу дозасы 30-50 мг. Ошағаннан жасалған дәрілердің қасиеті ащы әрі кермек, суық райлы, уытсыз келеді. Өкпені тазалайды, қызылшаны сыртқа шығарады. Жұтқыншақ қабынуын емдейді, уытты қайтарады. Тұмау, жөтел, көмекей, жұтқыншақ ісіп ауырғанда, қызылша шыға бастағанда, қарт адамдардың тарамысы тартылып, сүйегі сырқырап ауырғанда, бет-аузының ісінуіне, омырау безінің қабынуына, қалқанша безінің ісігіне ем болады. Емдік рөлі: бас ауырып, көз қарауытуда ошаған тұқымы, кәрі қыз дәні, шашагүлдің әрқайсынан 9 грамнан алып қосып қайнатып ішеді. Қара желдің әсерінен тіс қақсауда ошаған тұқымынан белгілі мөлшерде алып, қуырып, суға қайнатып, күніне бірнеше рет ауызды шайқайды. Көмекей жұтқыншақ қабынуына ошаған тұқымынан 9 грамм, екпе қара өлеңнен 6 грамм, қызыл миядан 3 грамм алып суға қайнатады. Қызылша шыға бастағанда қызылшаның шығуы баяу, үні бітіп, жұтқыншақ ауырса, ошаған тұқымынан 3 грамм, жалбыз 3 грамм, жыңғылдан 6 грамм алып суға қайнатып ішеді.
бет-ауыз ісінуіне ошаған тамырын 9 граммды суға қайнатып ішеді. Құлақ түбінің ісінуінде ошаған тамырын турап қайнатып қоймалжың болғанда таңады. Дене әлсізденіп, қол-аяқ дәрменсізденуге лайықты мөлшердегі ошаған тамырын тауық етімен қосып пісіріп, етін жеп, сорпасын ішеді. Тұнба жасау әдісі. Бір ас қасық кептіріліп, ұнтақталған ошаған тамырын бір тостақ салқын суға бір түнге салып қояды. Ертесінде отқа қойып қайнағанша ұсталынады. Қабылдау бір ас қасықтан күніне 4-5 рет. Қайнатпа жасау әдісі. Бір ас қасық кептіріліп, ұнтақталған ошаған тамырына 500 грамм ыстық су құйып, 10 минуттай әлсіз отта қайнатамыз. Ошаған майын пайдалану. Ошағанның балғын тамырлары 3 ас қасықтай мөлшерде майдалап туралады да 1 стакан жемішке май қосылады. Бұл қоспа жылы жерде 24 сағат тұруы керек. Кейін оны әлсіз отта 15 минут қайнатады. Кейін бір флаконға сүзіп құйып алып, сақтауға қойып қойса болады. Жарақаттарды тез жазып, күйіктерді емдеуге өте пайдалы. Қыздардың біразы шаштарын ошаған майымен жуып, қорытындысын мақтанышпен айтып жүр. Неге десеңіз, ошаған май шаштың түсуін тоқтатады, шашты өсіреді, шашқа реңк беріп, нәрлендіреді. Шашыңызды жылы сумен жуасыз, шашты сығып, шаштың түбінен бастап, ұшына дейін массаж жасағандай етіп, ошаған майын жағасыз. Полиэтилен пакетін киіп, басыңызды орамалмен орап қойыңыз. Компрессті 1-3 сағатқа қалдырыңыз. Негізінде түнде ұйықтар алдында жағып, таңертеңге дейін қалдырған дұрыс. Шашыңызды сусабымен жуыңыз. Кем дегенде 2 рет жуып, сумен шайып тастаңыз. Шашты табиғи жолмен кептіріңіз. Процедураны аптасына 1-2 істеп тұрыңыз. Кем дегенде 10-12 рет жасаңыз. Ошаған майы сондай-ақ тырнаққа, теріге, кірпікке пайдалы. Тырнақтың сынуы мен сау болып өсу үшін оған ошаған майының бірнеше тамшысын тамызыңыз. Кірпікті өсірем десеңіз, күніне 1 рет кірпікті ошаған майымен сүртіңіз. Қорытындысы 1-2 аптада белгілі болуы керек. Ванна қабылдағанда суға ошаған майының бірнеше тамшысын тамызсаңыз, теріңізге пайдасы орасан зор болмақ. Қорытынды. Біздің бүгінгі зерттеуіміз ошағанның адам ағзасына пайдасы мен оның емдік қасиеттерін және ошаған майын тиімді пайдалану жолдарын анықтауға арналды. Нәтижесінде біз ошағанның адамзатқа пайдалы жақтарын терең зерттеп білдік. Оның көптеген ауруларға емдік қасиетін танып анықтадық. Шаш күтімін жасаудағы ошаған майының орасан зор пайдасы бар екенін де біліп анықтадық. Осымен ошағанға қатысты жобамыз аяқталды. Бейнебаянымыз ұнаса арнамызға тіркеле кетіңіз. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.